2017 жылдың 20 ақпанында шымкенттік блогер Айгүл Орынбек депутат Бекболат Тілеуханға ашық хат жазды. Жолдауда музыкалық плагиатқа өкініп, қазақ халқынан кешірім сұрауға шақырды. Әңгіме елім менің әні туралы айтылып отыр. Бұл әуен танымал ән. Оның авторы Бекболат Тілеухан болып саналады. Бұл ретте марқұм күйші ұстаз сазгер Ғарифолла Құрманғалиевтің қызы бұл әнді атақты әкесінің 1977 жылы жазылған туындысы екенін айтқан. Бекболат Тілеухан өзі бітірген музыкалық мекеме Ғарифолламен тығыз байланысты. Құрманғалиевтің отбасы оның үлкен авторлық мұрағатын сақтайды екен. Қызының сөзі бойынша Бекболат сол үйге барған кездерінде елім менің әнін партитурасы жазылған қағазды ұрлап кеткен. Отбасында бұл заттың 77, яғни 1977 жыл деген белгісі бар көшірмесі қалған екен. Бекболат Тілеуханның плагиатының дәлелі ретінде Айгүл Орынбек келесі партитураны келтірді.